Меркі жартылай финалға жолдама алды. Құрметті көрермен, қазір ғана Меркі командасы мен Жетісу командасы ойнап, Меркінің асығы алшынан түсті, жеңді. Дәл қазір осы ойында 2 салым салған Ысқақ менің жанымда тұр. Бекболатұлы Меркі командасының шабуылдаушысы, оның сыртында Қырғыз Республикасының Достық командасының да белді ойыншысы. Енді Ысқақ, бүгінгі ойын қалай болды, сол туралы айтып берсең. Ассалаумағалейкум. Біріншіден, бұл Қазақ көкпар федерациясына разылық білдіріп кетеміз. Біріншіден, ушундай ойын өткізіп беріп отқанына, қазақ еліне дағы ушундай келіп қолдап, көкпарды өнүктүрүп, ойын жөнүндө айтып кетсек, ойын жакшы болду. Эң негизгиси кырсыгы жок болду. Жакшы, балдардын баары аман эсен, ден соолугу жакшы бар. Ойын биз жака Алла Таалам буйрук болгон экен, биз уттук. Жетису командасы да күчтүү команда экен, ал жака да Кыргызстандан балдар келген. Жакшы ойын болду эң негизгиси. Енді өзүңнүн такымдап жүрген аттарың тууралуу айтчы. Бирөөү Аватар. Енді ынтымактагы Аватармен шатастырып аткандар бар. Сонун баласы ма? Бұл өзім Кыргызстандан алып келдім. Уларбек деген байкемдин аты. Өзім чүйдө Кыргызстанда чабам болот. Бұл Аватардын ынтымак командасына Аватардын баласы. Ошо өзү да аябай окшош, ошон үчүн Аватарга окшоштуруп кээ бир адам билбей калат, Аватардын өзү депчи. Бул баласы болот, Аватардын родной баласы. Жалпы ойын барысы, ойын деңгейи қалай болуп атыр? Карым-катнаш қалай болуп атыр? Ойындын деңгээли бизге жакшы. Бул Мерке командасына биз бул убакка чейин келип чаап жүргөнбүз. Бул бир жолу эмес, бир нече жолу келип чапканбыз. Бул жакта уже өз үстүнө агаларыбыз болуп калды. Бир тууган агаларыбыздай. Бизге кылган отношениялар аябай жакшы, бир туугандай. Өзү казак-кыргыз бир тууган деп коет го. Агайындай болуп жүрөбүз. Жакшы бардыгы. Жақсы, жеңіс тілейміз. Чоң рахмат. Рахмат. Алғашқы финалист анықталды. Меркі Хант командасы Қазақстан Көкпар Кап клубтық командалар арасындағы республикалық турнирде финалға шықты. Дәл қазір ойын аяқталды. Менің жанымда Меркі аудандық көкпар федерациясының басшысы Болат ағамыз тұр. Бөке, жеңіс құтты болсын. Тағы да қолыңызды алайын. Ерекше ойын болды. Онда 2 есебімен ұттыңыздар. Даусыңыз қатты шықты. Ойын барысында эмоцияға берілеміз, оңай емес, балаларды дайындау өздеріңіз білесіздер, ойын қандай. Олар да өте ойынды үлкен додада жүрген командалар. Біз енді мынау Меркі ауданынан келіп отырық. Ойын балаларға рахмет, жақсы ойнады. Енді ұйымшылдық бар. Осы уақытқа дейін бірнеше турнирлерге қатыстыңыздар. Жалпы федерацияның бастамасымен жүзеге асып жатыр ма? Енді команданы алып жүру оңай емес. Біз енді өзіміздің мына спонсорларымыз бар, Меркі Қант деп атқанымыз, Меркі сақ завод бар, білесіздер. Сол кісілер қолдау көрсетеді, директор Нұржан ағамыз бар. Одан кейін ортада Береке деген атшы болып жатыр. Соны Дәулет Жұмабаев деген бауырымыз. Ол кісі осы командаға қолдау көрсетіп, атап беріп. Енді әлі біраз балалар бар Меркі ауданының. Енді мынадан кейін біраз адамдар қолдау көрсетеді. Кішкене бұдан да командамызды дұрыстаймыз, жасақтаймыз. Әрі Меркіде жас балалар көп. Соның бәрін осы ырықтеп атты. Мынау кішкене жанкүйерлеріміз көп бізде Меркіде. Сол халықтың қолдауымен әйтеуір міне бірінші Алланың қолдауымен, екінші халықтың қолдауымен міне осы Шымкентке келіп, міне бүгін Алла қаласа 1-2-ге шықтық финалға енді. Жеңіске ұмтылатын шығарсыздар. Енді әрекет биылға әйтеуір Алланың қалауымен биыл өзіңіз көрдіңіз. 3 рет, 4 рет жақсы ойын болды. Соның 4-еуінде де жеңіске жеттік Меркі. Жақсы. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Осы сіздер сияқты осындай командалық ойындарды қолдайтын азаматтар көп болсын. Сіздерге рахмет. Алғысымыз шексіз федерация президенттеріне. Алғысымыз шексіз өте. Жақсы. Сәттілік тілейміз. Рахмет.